Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Осман телесериалының 213 бөліміне келдік. Бүгінгі бөлімде Осман Кладиусқа келіп, онымен кездеседі, оған ұсыныс жасайды. Сен Кучардың әншейін жүрген итсің, сенің мойныңдағы мен шынжырды алып тастау үшін келдім. Сен бәрібір ертең бізді жеңсең де Кучар сені өлтіріп тынады дейді. Мен саған бір ұсыныспен келіп тұрмын. Мен саған көптеген бір арба алтын беремін және осы өзіңнің сарайыңды билеп төстей бер дейді. Мен саған кедергі жасамаймын, бірақ Кучарды мен құртып жатқан кезде сен жағаласпа, екеуміз сыбайлас болайық дейді. Осы соғыста мені қолдайсың, бұл соғыста жағаласпа деп оған айтады. Оған Кладиус та келіседі. Одан кейін осы Кучардың адамдары екеуінің кездесіп, ортадағы алтынның барлығын көріп қояды. Кучарға жеткізіп барады. Кучар оған жынданады, яғни мен Кладиустың терісін сыпырып аламын дейді. Одан кейін Осман Кладиуспен кездесіп болғаннан кейін өзінің бағытымен келе жатса, алдынан Кучар шығады, алдында нөкерлерімен бірге. Сол кезде екеуі шамалы теке тіресіп қалады. Сенің тұтқынға, енді Кучар айтады ғой, сен Осман сенің армияң жоқ, сенің адамдарың жоқ, сен қалай мені жеңбекшісің дейді. Сол кезде Осман айтады, сен сеніп жүрген Кладиусың да сені сатып кетті, және сенің сеніп жүрген тұтқынға алған ханзадаларың да сенің әскеріңді қазір қиратып жатыр дейді. Бұл бүгін сенің өлетінің анық деп Кучарға сес көрсетеді. Ал Кучар оған шамалы болса да біртүрлі болып қалады, өйткені ол бар сеніп жүргені жаңағы ханзадалар болатын. Дәл сол сәтте Османның нөкерлері моңғолдың жарты әскерлерін соғыста біразын жеңіп өлтіріп тастады. Ол өзі кешегі жоспарда Осман екіге бөлді. Біреуін өзінің нөкері, екіншісін Алайдин бекке береді. Осы екеуін екі жақтан сендер өлтіресіңдер, мен өзім кімге, Кучардың алдынан шығамын дейді. Ал екінші жағынан Алайдин жарты моңғолды жояды. Осы сәтте Хасанбек алдында Османбек екеуі ұрысып кетіп қалады ғой, оны қуып жібереді. Сол Хасанбек өзінің кінәсін түсініп, осы Алайдин бекке келіп, Алайдин бекке көмектесіп, өзінің борышын орындайды және Алайдин бектен де Осман бектен де кешірім сұрайды. Мен дұрыс түсінбей қалыппын, сендер Софиямен біріккесін бізді тастап олардың қоластына кірді деп ойладым дейді. Сөйтіп олар жеңеді. Хасанбек өзінің өлгенін, яғни өзінің өкінгенін айтады. Ал одан кейін Османбек пен Кучар екеуі шайқасады, үлкен шайқас болады. Сол кезде Османбек Кучардың аяғын жаралайды. Оған айтады, сен бегімге сеніп жүрсің ба, ол сені алдады дейді. Мен суды улаған жоқпын дейді. Әдейі сендерді осы екіге бөлініп, екі жақпен осы өзендердің үстімен жүрсін деп әдейі жібердім. Менің планым сол болатын дейді. Одан кейін сол жерде Кучардың басын шабады. Сол жерде осы Осман жеңіске жетеді. Одан кейін Бала бегім және өз қыздары, келіндері барлығы соғысқа дайындалып жатады. Сол кезде Бала бегім мен Халиме екеуі қылыштасады. Сол кезде оған сен өте жақсы біледі екенсің қылыштасуды, мықты екенсің, бірақ сен осы қайы тайпасының соғыс өнерімен әлі талай дайындалуың керек, әлі талай үйренуің керек дейді. Сол жерде Фатма бике соғыс алаңы емес, енді примерно өздерінің қаяның ошағы ғой. Сол жерде Фатма бике қыздарға соғысты қалай, қылыштасуды қалай садақ атуды үйретіп жатады. Бірақ бұл кезде Фатма бикені бір жігіт аңдып бақылап жүреді. Аңдымайды, алдындағы жігіт. Ол жігіттің аты Бек па, сондай болатын. Содан кейін ол Фатма бике оған қарайды, сен не мені аңдып жүрсің ба, сен бұл жерде не қылып жүрсің деп айғайлай бастайды. Ол кезде ол жігітке айтады, мен сен жай ғана бұл жерде қарап тұрмын, не саған қарауға болмай ма деген сияқты, сен не деген қырсықсың деген сияқты Фатма бикеге тиіседі. Ол жігіт Фатма бикенің Османбектің қызы екенін де, ал Фатма бике оның бектің ұлы екенін де білмейді. Сол жерде ол екеуінің ұрсып тұрғанын Жерқұтай бектің баласы Ғазыбек, Ғазы ғой енді, көріп қояды да сол балаға келіп айтады, сен оны танымайсың ба, ол деген Османбектің қызы емес пе, сен оған неге қорқақ дедің деп айттың дейді. Сол кезде ол таңғалып қалады, шамалы біртүрлі болып ыңғайсызданып қалады ол жігіт. Одан кейін Софияны көрсетеді. София бөлмесінде, яғни ешқандай тамақ, ешнәрсе ішпей жынданып жүреді. Яғни Кладиусқа жынданады, өйткені сенген адамы Кладиус оны сатып кетеді, сарайын басып алады, өзінің адамдарын өлтіреді. Ал София болса осы қайының бір бөлмесінде мен неге отырмын деп жынданып отырады. Сол сәтте Паена оған тамақ әкеледі. Жегің келмейді, неге әкеле бересіңдер деп айғайлап жатқан кезде осы Паена келіп оған кеп қалады да, сен мынаны же, әйтпесе әлсіреп қаласың дейді. Сол сәтте София, оның аналық махаббаты есіне түсіп, қайтадан жіби бастайды. София оны алдай бастайды. Яғни сен адасып жүрсің, сен негізі бұяқтың емес, типа енді менің қызымсың деген секілді. Сол кезде оған өзіне Халиме айғайлайды, яғни менің атым Халиме, мен мұсылманмын, саған енді сенің сөзіңе ермеймін деген секілді. Одан кейін Осман ауылға оралады. Ауыл тұрғындары оны қошеметтеп қарсы алады. Осман жеңді,
және тойлайық, қазан асылсын, тамақ пісірілсін деп балабегімге, яғни келіншегіне айтады. Сол сәтте осы балабегім кімге? Шерқұтайдың келіншегінің үлкенге айтады: сен қазан асып тамақ жасай бер деп. Одан кейін Осман халықпен кездесіп болғаннан кейін Софьямен кездеседі, шатырына келеді. Ол айтады: мен Кладиуспен кездестім, Кладиуспен біріктім, оған алтын бердім дейді. Яғни біз кучар екеуміз соғысып жатқан кезде бізге жағаласпасын деп, деген секілді сондай біраз нәрселер айтады. Османбек айтады: сен енді жалғыз қалдың, біз саған өлтірмейміз деп келістік деп, сені өлтірмейміз, енді өз жолыңды тап деген секілді өзінің нәрсесін айтады. Одан кейін сенің енді сарайың да, сарбаздарың да, мемлекетің де, еш нәрсең де жоқ. Енді сенің қу жаның ғана қалды, сол қу жаныңды өзің қорға дейді. Соған да риза бол деп, ол Софьяға типа айғайлағандай болады. Одан кейін барлығы ас дайындап жатады, пекмез, ботқа және өздерінің тамақтарын сол сәтті көрсетеді. Сол сәтте бегім келеді, оған айтады: кім? Балабегім, сен неғып жүрсің, сен кет, қанша нәрсе жасасаң да біз сені кешірген жоқпыз, бірақ сенің жаныңды алып қаламыз. Сені өлтіре салғым келіп тұр, бірақ саған сені өлтіре салу өте ауыр жаза, өте жеңіл жаза. Өйткені сен ешқандай қиналмайсың. Ал сені қазір өлтірмей ел жұртсыз далада қаласың. Сол саған жаза, нағыз жаза деп оны қуып жібереді. Ел жұртсыз жүр дейді. Одан кейін алдыңғы бөлімдерде көрген шығарсыздар, Қожабектің інісі, шамалы томпақтау, сол кетіп бара жатады жалғыз өзі. Өйткені ол Кучардың тыңшысы, яғни Кучардың жансыз болып жұмыс істеп жүрген болатын. Соның бүкіл Османның жоспарын соған айтып деген секілді. Бірақ енді Кучарды басын алды ғой Осман. Сонымен өзі үндемей кетіп бара жатқан кезде жаңағы Кладиус оны ұстап алады. Сенің жансыз екеніңді, сенің Кучардың жансыз екенін мен білмейді деп ойлайсың ба? Сен енді менің жансызым боласың. Әйтпесе Османға сенің өзін сатып кеткенін барлығын айтып беремін дейді. Сөйтіп қорқытады. Ол келіседі. Одан кейін Хасанбек Османға келіп кешірім сұрайды. Осман да оны кешіреді, яғни түсінген үшін. Түсінбей өзінің қателіктерін түсінбеген талай адамды көрдім, сен өзіңнің қателіктеріңді түсіндің, және бізге көмектескенің үшін мен сені кешіремін дейді. Сен сияқты батырлар бізге қажет деп жауап береді. Одан кейін Осман ортаға келіп сөйлейді, жеңгенін айтады, тағы да барлығы сендердің арқаларың деп халыққа айтып, оларға барлығымыз бірігейік, біріксек, моңғолды да кәпірді де жеңеміз деген секілді сондай көптеген сөздерді айтады. Барлығы бірге кешкі ас ішеді. Одан кейін Тұрғыт Ғазы әскерді соғысқа дайындай бастайды, яғни көптеген жауынгерлерді орманға жібереді да. Енді оларға айтпайды, бірақ орманға жіберіп өзінің жоспарымен бөліседі. Орманға жіберген кезде жаймен олар моңғолдың киімдерін киіп алады да, жаңағы жауынгерлерді ұстап тұтқынға алады. Яғни сол кезде жауынгерлер не істейді, қандай қателік жасады деп оларға сабақ беріп үйретеді. Сен не үшін сен достарыңды іздемедің? Мен болмаса сен достарыңды іздегенде 4 адамнан айырылсаң да басқа достарыңды қорғап қалатын едің. Сен өзің бір жалғыз басыңды ғана қорғап тұрсың деген секілді көптеген мағлұматтар айтады және тексерістен өткізеді. Кешке сендерді мен өз шатырыма шақырамын. Жауынгерлік өнерді және одан басқа ақылдылықты, алғырлықты барлығын үйретемін деп жауап береді. Одан кейін үлгеннің көзі көгергенін көрсетеді. Ол Ғазы ұлы екеуі Ғазыны қуып жүрген кезде көзін көгертіп алғанын, оған Балабегім көмектесіп, сен отыра тұр деп жатқанын көрсетеді. Одан кейін Фатмамбекке мен Халиме екеуіне кешкі асты сендер ғана бүгін жасайсыңдар деп Балабегім оларға тапсырма береді. Яғни әкелерің мәз болып қалсын, әкелерің соғыстан шаршап келді, екі қызының тамақ дайындағанын, тамағының дәмін көрсін деп оларға тапсырма береді. Сонымен бүгінгі бөлім аяқталды. Бүгінгі бөлім өте қызық болды. Келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып комментарий жазып кетсеңіздер.